Ассалаумағалейкум. Бәріне осы бірнеше күн болды. Үште модельдеуден видео жасамадым. Оған көп себеп болды. Жұмыстар бар. Біріншіден, екіншіден, наурыз мерекелері сәйкес келіп қалды. Оған дайындық. Содан кейін қазақша тіліміз қалай даму керек, соны біраз ойлап, қазақ тілінің дамылуы, негізі қазақ тілін оқытумен емес, қазақша кітаптың, видеолардың, мультфильмдердің, тағы да басқа қызықты ойындардың, в общем, жалпылама айтқанда контенттің қазақша болуы, көп болуы, сонда қазақшаның дамуына әсер етеді. Өйткені контент болмаса, қазақ тілі қолданбаса, қазақ тілі құлаққа үйреншікті болмаса, сөздер, құқық сөзі болсын, анасы мынасы болсын, тұрпайы, қазір біздің құлаққа тұрпайы келеді, бірақ жиі қайталағаннан кейін құлаққа үйреншікті болады. Содан кейін біз оны нормальды жағдай ретінде көріп, сөзді жиі қолданатын боламыз. Тілімізге жиі, қазақша сөздер тілімізге жиі келетін болады. Сондықтан қазақ контентін мемлекет басшыларына, депутаттарды осы мәселеге қатты назар аударуын өте сұраймын. Өйткені айтып кеткендей, бұл мәселе, контент мәселесі өзінен өзі шешілмейді. Бізде халық саны өте аз. Бұл контент жасаушылар бұдан контенттен патриоттық сезіммен емес, тек қана патриоттық сезім емес, бұдан ақша табу керек. Видео жасайтындар, басқа да кітап жазатындар, авторлар, барлығы контент жасаған үшін ақша алу керек. Ақша алынса, сонда мынау контент мәселесі де шешіле береді. Ал енді сабағымызды қазір бастаймыз. Қазір істейтін нәрсеміз прицептің енді дөңгелек жағын емес, үст жағын жасап көрейік. Мен үст жағын жасап көрейік. Так, енді 31-ші сабағымыз. Мынаның үстін мен былай жасағым керек. Мынаның көлемі былай 2-де 2 ғой. Былай болса 3-те 2. Мысалы, мынау былай алғанда 6-да 4 квадраттық метр деген бір адам үшін жарайды. Ұйықтауға, бүйтуге жарайды. Бірақ 2 адам үшін тарлау болады. 3-4 адам үшін тіпті жатқысыз болады. Енді мен істегім келгенім мына жерде слайдер деген нәрсе. Немесе сондай бір зат жасағым келіп тұр. Мынаның астыңғы көлемін ұлғайту керек. Астың көлемі ұлғайып, сонда жататын жер көлемі де ұзын болады. Мысалы, идея мынандай. Мәштеме принципті салып алып, бір айдалаға барасың, демаласың да, мысалы, Ұлытауға, сол жерлерге барып, мысалы, айдала жерге, табиғат, таза ауа, отбасымен мәшинемен барасың. Салонға барлығы сияды. Салонға 5 орын болады, әртүрлі 6 орын болады. Заттарыңды жинап аласың. Мынау мәшине прицептің ішінде үйің болады. Оның ішінде туалетің бар, кухняң бар, сондай болу керек.
Мәселе оны қалай сыйғызуға болады. Менің ойым, мына жерге топсаларды қойып, 1, 2, 3, 4 топса қойып, мына жағынан да 4 топса қойып, қанат сияқты бұл прицептің қабырғалары ашылады да, жан жаққа түсіп, үлкен көлем жасайды. Еденін үлкейтеді. Бірақ жаңағы едені үлкейгенде төбесі де үлкею керек. Соған сонымен қоса. Содан кейін қабырға да пайда болу керек сонымен қоса. Бұны қалай жасаймыз? Менің бір ойым бар. Бірақ ол үшін бірінші стойкадан бастауымыз керек. Так, енді стойкадан бастайық. Үстінен сыймықты алайық, содан кейін мынаның үстіне мынандай бір төртбұрышты трубамызды орнатайық. Мына жерге, мына бұрышқа, сосын мына бұрышқа. Трубамыз 10-10. Так, 10-10. Бұны өсірейік. Бұны өсіргенде 2500 қылайық. Биіктігін. Өйткені біздің төбеміз 2500 қылу керек шығар. Өйткені үйіміздің үй болуына да 2500 осындай қылсақ, үстіне жаңағы төбесін жасайық қазір. Ол үшін бірінші жұмыс істеу алаңын жасаймыз. Содан кейін ол жұмыс істеу алаңына бірінші мынаның несін тауайықшы, қалыңдығын. Қанша екен? 10 сантиметр. Енді алып тастаймыз. Мына бұрыштан бастап, мына бұрышына дейін 3200 дұрыс. Мына жақта 10 қылуымыз керек. Осылай. Енді бұны өсіруіміз керек. Жоқ, керіге қарай өсіруіміз керек. Содан кейін blind емес, up to face. Қай бетке? Бірдеменің бетіне дейін дейді. Мынаның бетіне дейін өсіруіміз керек. Міне. Бірақ бұл жеке бөлшек ретінде кетті. Біз бұны бөлшек ретінде жасамақ, add жасайық. Match with all. Бола ма екен, match with all тимей тұр ма? Тимей тұр. Түсінікті. Мынау біз жұмыс істеу алаңын офсетпен алғанбыз. Офсетін 0 қылайық. Міне. 0 қылғаннан кейін міне. Енді merge with мынаны жасасақ. Так. Merge болмады. Жаңа элемент ретінде қалды. Бұны қайтеміз. Жарайды, бұл қазір мешать етіп тұрған жоқ бізге. Кедергі жасап тұрған жоқ. Бұны үстіп тұра берсін. Оны артынан да нетеміз. Бізге даже керек болып қалар бұл. Бөлек болғаны. Так, бұны алдық. Енді мынау біздің үйіміздің
суреті пішіне кіріп келе жатыр. Енді мына жағына бір не жасауымыз керек. Бір қабырға жасаймыз ба, содан кейін үстінен бір қабырға жасаймыз. Қазір көрсетемін, түсініксіз болып тұрған шығар. Мынаның үстіне жасаймыз дейік. Бүйтіп көрдіңіздер ме, мынау крестиктің бір қанатындай дистанция қалдырып отырмын. Содан кейін өсіріп андай бірдей қылым керек. Көрейік, қанша болды мына дистанция. 2499 болыпты. Бұны мен 2500 қылайын. Астын қабырғамыз енді 10 сантиметр тіпті қалың болып кетеді. 5 сантиметр қылайық. Утеплитель бар, усилитель темірлерін қоямыз. Содан кейін оны өсірейік. Өсіргенде де мына жаққа емес, керіге өсірейік. Мына керіге өсірдік. Up to face дейді, қай бетке дейді, бетке дейін, қай бетке дейін, мына бетіне дейін өсіреміз. Міне, new, жаңа бөлшек ретінде жасаймыз. Міне, жаңа қабырғамыз пайда болды. Көрдіңіздер ме? Бұл жаңа қабырға. Бұны бұлай еттік, Енді үстінен тағы бір қабырға жасауымыз керек, осының үстіне қоятын. Ол үшін мынаны сәл түсіретін боламыз астына, Онда 2000 не емес, биіктігін 2400 зазорын қандай қылайық? 3 сантиметр жетеді. 3 сантиметр деген 1 сантиметр жетеді. 2490 дейік. Ой, мен 24 мың жертім, 2490. Басаймыз былай. 2490, окей басамыз. Окей дейміз. Астынан өзгерді ғой. Үстінен емес. Бізге олай емес, бізге асты өзгермеу керек бізге. Сондықтан скетчті ашамыз. Pierce, fix дегенді басайық. Бұл fix істемейді екен. Жарайды, неге істемейді екені. Мынаны fix жасай аламыз ба? Could not be solved. Почему? Потому что параллель үстінен рұқсат берейік қозғалуға. Үстінен қозғалуына рұқсат берейік. Асты fix болсын. Асты fixed. Яғни қатып тұрады сол жерде. Fixed. Сосын енді мынаның 2490 қылайық. Қай жеріміз өзгерді? Мына жер өзгерген жоқ. Мына жеріміз дұрыс кіші болды. Окей дейміз да. Мынамыз осылай, қабырғамыз осылай болып қалды. Енді үстінен
Мынаны өсірейік. Кішкене. Add blind емес, up to face дейік. Мына бетке дейін өсу керек. Окей. Кешіріңіз. Содан кейін мынаның үстіне жаңа скетч жасайық. Оған екінші қабырғамызды қоямыз. Екінші қабырғамызды қоямыз. Бұл екінші қабырға қоямыз. Қабырға ұзындығы 2500. Так, пока 2500 қыла берейікші. Мен ойым бар да, қазірек шығып тұрсын деген. Бірақ әзірге қоя берейік. Мынаны өсірейік. Мына жаққа емес, керіге былайды өзгерту болады. Сосын up to face десек, айтқанымдай, мына бетке дейін өсіруге болады. Ал өсірдік. Міне екі қабырғамыз шыға келді. 50-50 сантиметрден қалыңдығы, сонда барлығы 50 миллиметр, қалыңдығы 100 миллиметр болады. Енді мына жерге топса салайық. Топсамыз іштен болу керек. Мына жерден іштен болу керек. Үстінен section view дейік. Үстінен астына қарай топса салу ыңғайлығып кесіп тастайық покамыз обзорды. Так, енді мына жерге топса салайық. Іштен. Так, топсаны мына жерге былай саламыз. Шетінен 15 сантиметрде болады ғой деймін, топсалар. Жаны болса 70 сантиметр болатын шығар. Осындай топса. Енді бұл топсаны сәл өсірейік. Өсу керек. Топсаның қалыңдығы примерно 5 миллиметр. New олайық. Жаңа элемент болсын бізде. Бұл new болды ма? Көрейікші. New болды. Бұл топса new элемент қайсы анау? 40-шы элемент. Оның hide, export дейді, assign material деген. Мынаған материал қандай болады, соны көрсет дейді. Мен металл қылайын. Stainless steel деген нержавейка ғой. Неше түрлі маркировкасы нержавейкалардың. ABS, акрилик, енді ABS-тер бәрі түсінікті. Онда stainless steel дей салайық. Окей деп. Окей. Енді мына бетіне де екінші бөлімін жасайық оның. Сосын так, мына бетіне қалай жасаймыз? Так, онда бетейік. Сол жағынан келейік. Section view дегенде edit section view'ді қояйық. Тағы бір section view қояйық. Мынау. Так, енді мына жағынан да кесіп келтірейік осылай. Көруге ыңғайлы болсын деп. Енді топсамызға таянайық.
Так, section view'ді үлкейтейік. Тағы да. Көрмей қалып бізге. Так. Мұны өстік. Бізге ыңғайлы болсын. Жұмыс істеуге ыңғайлы болсын. Үстіп таятамыз. Мына жерге топсамыздың бойымыз 3 point жасайық. Так. Үстіп топсамызды жасайық. Содан кейін 5-79 болса 5 миллиметрді 5 миллиметр аздау етеді. Так, 5 миллиметр аздау етеді екен. Онда алып тастайық. Бір қанша ол диаметр? 9-да 18, е? 9 қылайықшы ровно. Бұның диаметрін. Тоғыз қылдық. Енді ішкі 9 болса, қалыңдағы бір 3 болсын. Онда 6 болсын мұнау. 6. Так. Енді бұны өсіруіміз керек. Өсіру үшін бүйтіп тақимыз, таянамыз. Содан кейін мына жерде remove дейік. Мана емес. Мына бөлшек. Мынаны алып тастайық. Так, remove up to next десек, қай жерге дейін барады екен? Up to next десек, автоматически келесі шетіне дейін деген көрдіңіз бе? Келесі шетіне дейін тесіп тастады. Міне. Тесіп тастады. Бізге сол тескені керек. Окей дейміз. Мынаны көрсетіп қоямыз да, тағы екінші манипуляциямызды жасайық. Топсаның екінші жағын өсірейік. Add. Мынаны қосайық. Up to next дейік. Сосын up to next дедік. Үстінен қарайық не болды екен. Бұл направлениесі басқа болып тұр. Up to next тым кетіп қалды. Up to next жоқ қой. Ол үстінде тұр ғой. Ұшып тұру. Содан болмай тұр ол up to next. Сондықтан біз басқаша жасаймыз. Up to next қате алынған жеріміз. Қазір мынау топсаның екінші жағына келтірейік, мына жағына. Міне бұлай. Add with part 1 емес. Match with 40-шы part. Міне. Так. Топсамыздың түрі кіре бастады. Енді мынаны удалить етейік. Мешать етшір.
топсамызға шеттен жоқ кедергі жасамайды. Енді топсамыздың бұлай бөлуіміз керек. Топсалар бөлік болады ғой. Ол үшін үстінен қараймыз да. Жаңа жұмыс істеу алаңының үстіне қоямыз. Офсет жасаймыз. Офсетіміз 9 мм болса, жаңағы неміз топсамыздың диаметрі, сыртқы диаметр 9 мм. Онда 5-ке, уверенно 7-ге өсірсек болады жұмыс істеу алаңымызды. Енді қарасақ, міне жұмыс істеу алаңымыз, көрдіңіз бе? Қараңыз. Жұмыс істеу алаңы міне тұр, сызық. Топсамыздың үстінде тұр. Бізге сол керек. Қайттан үстінен қарайық. Топ деген үстінен. Енді жұмысымызды жаңа жұмыс істеу алаңына жаңа не дейтін еді? Листке жасайық. Листке дейік. Так, енді мына ненің жалпы ұзындығы қанша? Көрейікші. Мына жерден 15 еді ғой. 15, е? Так, онда мынаны қояйық. 15. Бір кесік болса, мына жерде 2 кесік жасасақ. Сонда неше бөлім? 1, 2, 3, 4, 5 бөлім. 5 бөлім. 15-ті 5-ке бөлсек 30-дан болады. Мына жерден бүйтіп 30 керек бізге. 30, содан кейін андай сияқты. Тұр, 30 емес, неше болды? Так, мына жерде 30 қылып көрейікші қазір. 30. Мына жерде 9 дейік па? 9 дей берейік ал. 9, е? Сосын мынадан тағы 30 алайық. Сосын мына жерден 30 қояйық та. 9 дейік. Окей. Енді мынаны кесіп тастауымыз керек. Remove жасауымыз керек. Remove дейік. Up to face дейік та. Аяққа дейін кесіп таста дейік. Up to face. Мынау. Sketch up to face. Ешке жоқ. Не отыр өзі? Так, бұның несі дұрыс емес. Бұл remove жасай алмайды. New жасай алам екен? New жасай алады. Add жасай алмайды. Merge with десек.
жасай алады. Мындай нәрсе шықты, иә. Так, көрейік не болып жатыр. Так, жабылып қалды тесік. Дұрыс. Ойлағанымыздай жабылып қалды. Мына суретімізді көрсетпей қояйық. Енді осының үстіне remove жасай беруге болады деп ойлаймын. Мынау мен жасаған шешімім ең дұрыс шешім деп ойламаймын өзім. Әркім бұл жерде бір шешім жоқ, әркім әртүрлі шешім жасай алады. Міне remove жасадым, blind емес, up to face дейін. Мына бетке дейін. Болды. Міне мынандай нәрсе пайда болды, көрдіңіздер ме? Топса тесіктер бар, мына жақта шпилькасын тығамыз. Топса пайда болды. Енді жанынан қарасақ, бұл кәдімгі тесік пайда болады. Сквозной тесік. Енді мына жерге біз не жасауымыз керек? Сваркаға салмайтын шығармыз. Мына жерге бір болт қадау үшін тесік жасайық. Ол үшін мынаның үстіне бірінші расчет жасайық. Тесіктер қай жерде болу керек? Мына жақта 1, 2, 3 тесік жасайық та, мына жаққа 2 жасайық. Мынаның ортасынан 2 жасайық. Мынаның барлығы ұзындығы қанша еді? 70 еді ғой. 70. Сондықтан 70-ті 2 сызық қоятын болсақ, 20-20-дан 40. Мына жерден 20 болу керек. Дистанциясы. Бұлай. Окей. Енді бұлай тесіктердің дистанциясы 15 болса, үшеу қоятын болсақ 50-ден болу керек. 50 жасайық. Келесі тағы 50 жасайық. Так, енді мынаны да қоя салайық. Ортасын қазір таңдаймыз. Мынау ортасына тесіктерімізді қойып қояйық. Ортасына. Так. Енді мына жерге мынаның ортасына, мына ортасы ғой. Осыдан 20 миллиметр арақашықта топсаның екінші болттарын қоямыз. Оны да тесіп қояйық. Бір тесік. Отметка тесік емес, отметка жасап қояйық. Белгі қояйық. Окей дедік. Енді мынау хол деген өтіп едік қой. Хол деген өттік. Енді біз темір болтымыз болу керек. See, blind in last. 11 дейді. Drilled. Сквозной болсын, drilled емес. Так. Free. Так, бұл емес, fit, бұл емес. Free деген. Так, мынауымыз no tolerance. Так, бізге бұл counterbore, simple, countersink керек, я дұрыс. Так, енді 82 дәреже.
6,79 дейді. 6,79 бізге жарамайды. Біз бұны ұзатуымыз керек. Так, біздің астындағы профильдің биіктігі 100, үстіндегінің биіктігі 5 миллиметр. 105 болады, сквозной қылайықшы. Blind инласт емес, сквозной сыру де қылайық. Міне, сыру кетті. Енді тесіктерімізді көрсетейік. Мына тесік, мына тесік, мына тесік, мына тесік, мына тесік. Так, диаметр 6. Кішілік етеді ол 6, я? Кішілік етеді ғой деймін. 6. Сайыз 1-4 емес. 12-ді. Размерлерді мен кейбір кезде өзім білмеймін. 5-ті 6 алсам ше. Үлкендей болды, 8,43. Ол уже нормально. 8,43-тен даже одан үлкендей болайық. Десятка. Уже қалыңдау. Осы жетеді. Окей. Міне осындай нәрсе пайда болды. Топсаның бір жартысы бұл. Топса бұл жерде 3 бөліктен тұратын болады. Мына жағында жаңағы қабырғасында бір топса. Топсаның жартысы. Содан кейін шпилькасы бар. Енді қабырғасына осындай топса жасайық. Так, қабырғасына топса жасау үшін біз тура осы параметрлерді аламыз. Сонымен жұмыс істейміз. Скетчті енді қабырғаның үстіне жасаймыз. Қабырға. Сосын толмес фронттан жұмыс істейміз керек. Так, бүйтіп. Так, мына жерден бастаймыз. Мына жерден бастамаймыз. Біз мына жерден бастаймыз. Тура келтіріп, бұлай қылып өсіруіміз керек. 150 ұзындығы. 150 ұзындығы, биіктігі 70 қыламыз. Енді. Так, енді бұны өсіру керек. Бұны 5 миллиметрге өсіретін боламыз, е? 5 миллиметр. Дұрыс қой. 5 миллиметрге өсірдік міне. Жанынан қарайық. Жанынан қарағанда 5 миллиметрге тура мынау сияқты өсірдік. Енді бізге топсаның несін жасау керек. Мына жерде топсаның несін, бөлігін скетч жасайық. Топсаның басын дейікші. Скетч жасаймыз да. Так, мынаған ориентир жасауымыз керек. Ориентир жасау үшін пока мен жаба тұрайық. Мынаны бұл суретіміз қайсы еді? Елу бір тұғын. 51-дің ортасына мынандай тесік жасап қойық. Белгі. Сол белгіге қарай қазір жұмыс істейміз. Белгіге қарап. Енді сурет саламыз десек, белгі қайда? Скетч мынаның үстіне жасаймыз. Бізге белгіміз керек. Белгі қайда? Белгі қайда? Белгіміз көрінбей қалды. Ол 52 меді? Жоқ, 52 емес, 51 меді. Міне белгіміз көрінді. Белгінің үстіне келтіріп
тура белгіге келтіріп так, сыртқы диаметрін жасайық. Сыртқы диаметріміз 9 тұғын. 9 дейік. Және ішкі диаметріміз 6 тұғын. Ровно 6 келді. Так. Енді так, ішкі мынаны remove жасайық ішін. Көрсетпейсек. Сосын 41-ші бөлік көрсетпейсек. А, 41 емес сол. 40 еді ғой. 40 көрсетпейсек. Енді мынаны, іштегі мынаны remove жасайық. Сосын up to next дейік. Сонда мына жеріміз кесіліп қалды. Дұрыс, кесілу керек. Так, содан кейін мынаны өсіруіміз керек. Мынаны өсірейік. Мынаны таңдайық. Өсірейік. Бұл жерде up to next деген болмайды. Up to face. Қазір оны фонттан қарап бағытын өзгертіп жоқ қойыңыз. Мына жерге дейін жасайық. Содан кейін бұны не емес add дейік. Add 51-ші дейік партқа. Бөлшекке 51-ші бөлшекке add жасайық. Вот так. Міне, енді штаб қарайғанда не болды? Жаңа бөлшегіміз 90-ның түріне құсап келе жатыр, е? Міне, 90-ның түріне құсап келе жатыр. Так. Ана екінші 90-ымызды көрсетейікші. Мына жағын алып тастау керек ау деймін, е? 41-ші бөлшегімізді жауып тастайық. Мына бөлшекті дұрыстайық мына жерде. 51 меді? 51, е. Remove. Осы меді? Е, remove. Мына бөлшекті remove жасадық. 51-ші көрсетейік. Қазір 51-ді көрсетейік. Сосын кейін мына жағында remove жасайық. Алып тастайық, яғни. Мына бөлшегін қазір кедергі болатын сияқты. Up to next деп. Merge with 40. Окей. Ал. Енді 40-ші бөлшегіміздің мынандай арты жоқ болып кетті. Дұрыс па? Дұрыс. Up to next деген болмайды екен. Мына жері қалып қойды ғой. Next деген мынаның келесі шеті деген сөз ғой. Мынаның шеті ғана болып қалды да, мынау үлкен детальдің шеті емес. Сондықтан бұны дұрыстауымыз керек. Up to next емес, up to face дейді. Содан кейін мына бетіміздің мына жағына белгілейік. Так, мына жағын белгілейік міне. Міне көрдіңіздер ме? Шетіне дейін барлық 3 бөлігі де 90-ның арты алынды. Так, дұрыс. Енді left-тен көрейік қайттан. Енді мына бөлшегімізді қайттан көрсетейік 41. Қандай халде? Бұл бөлшектің 40-шы жауып тастайық. Бұл бөлшектің мен ана бөлшекті дұрыс емес кестім ау деймін. 41-ші бөлшек, е?
Әйтпесе мына бөлшектің 1-2 жағы ғана қалады. Жоқ, нормально, дұрыс. Так, бұл жерде бұл бөлшекті кесуім керек. Тоже 30-дан 30-30-дан қылып кесуім керек. Бірінші жұмыс істеу алаңын жасауым керек. Offset 6-ға мынаның сәл үстіне қарай жұмыс істеу алаңын жасауым керек. Окей дедім. Жұмыс істеу алаңын орнату үшін мынау жаңағы плейнді таңдаймын. Сол плейннің үстіне жұмыс істеймін деймін. Окей, мына плейніміз шыға келді. Міне плейн. Так, қайттан плейнге келейік. Скетч. Сурет салайық енді плейнға қарай. Мынау плейнге бүйтіп тура сызықтың бойымен бүйтіп 30 дейікті. Так, 30 дейік па? Ана жер 30 болды. 30 демейік мына. Ең дұрысы 29-да. Короче, әр нәрсеге біз бұл жерде погрешность примерно 0,3 беруіміз керек. Погрешность 0,3 мм. 3 мм емес, 0,3 мм. 29-да 7 қылдық. 29-да 7. Так, 29-да 7 болсын. Мына жерден погрешность қосамыз наоборот. Так, 30-ға 0,3 қосқанда 30-да 0,3 болады. Сосын екінші жағын қосқанда 30-да 0,6 болады. 30-да 0,6 дейік. Мынасы 9 болу керек. Окей. Мына жерді былай сызайық. Бұл жерде наоборот болады. 29-да 7 бола ма? Так, мына жерде қайттан 30-да 0,6 болады. 0,6. Дұрыс, енді remove жасаймыз. Бұланы алып тастаймыз. Бұлай емес еді ол. Мына жерді remove жасайық, мына жерді remove жасайық, мына жерді remove жасайық. Мына жер салынбады, мынаны до конца салайық. Мына жер керек екен. Осыны бола берсін. 9 дейік мына жер. Окей. Енді remove жасайық. Бәрін емес. Мына жерін. Blind емес, up to face қабырғаға дейін. Содан кейін merge with
мынау бөлшек part 41. Окей. Так, енді мынандай суретімізді алып тастайық. Бөлшегімізді көрсетейік. Қалай болды? Мына топсаның екінші жағы пайда болды. Мынандай топсамыз пайда болды. Мына плейндерімізді тығайық. Көрсетпей тастайық. Міне топсамыз пайда болып келе жатыр. Енді мынау топсаға болт салатын тесіктерді жасауымыз керек. Так, ол үшін жаңағы мына жерден 3 20 мына жерден 30 дейік. Тағы 30. Ай, 3 болып қалды. Кейбірде осындай болып қалады. Дұрыс басылмай қалады. 30. Мына жерден тағы 30. Мына жерден тағы 30 жасаймыз. Так. И мына жерден тағы дистанция 20-ға осындай қояйық. Енді жерге тесік жасайық. Біз 30 дептім ғой мен. 30 емес, 50 болу керек. 50. В принципе, алып тастау болады. Так, енді бұл жерге мыналардың ортасына тесіктер қояйық. Белгі қояйық, то есть. Ортасы белгі қояйық. Содан кейін былай белгі қояйық. Көріңіздер. Мынаған тигізсем, жай баспай кнопканы, шыққанның кнопкасын баспай. Сосын былай десем, мынаған тигізсем, бүйтіп апарсам үстіне. Бүйтіп өзі көрсетеді маған қай жер, екеуінің қиылысқан жері қай жер екенін көрсетеді. Үстіп жасап алдым, окей дедім. Содан кейін жаңағы болтымыздың тесігін жасаймыз. Мына жерде ең соңғы рет қай болтты, қай өлшемдерді таңдадыңыз, сол өлшемдер тұрады. 10 мм-лік. Жай ғана тесіктер белгілерді таңдайсыздар. Үстіп неміз шыға келеді. Бірақ мына жерде мынандай момент бар. Бізде мына жерде не бар еді ғой? Естеріңізде болса, екінші қабырғаны теспеу керек ол. Мына жерде тесіп салды. Өйткені жаңағы тесіктерімізді through деген не тұр? Опция. Міне through. Through емес, blind емес, blind деп тұру керек. Blind тұрады. И blind қай жерге дейін болу керек? Blind 38 мм дейді. Жоқ. No tolerance, deviation limits, precision 38 емес. Мына оның қалыңдығы қанша еді? 50 мм, я? Мынаның қалыңдығы бізде не тұғын? 5. Сонда 55 болады. 55 деп қояқшы. 55-ті
бірдей кесіп шыға ма екен? Бір қабырғаны тесу керек тек қана бізге. Мына бір қабырғаны, бұл нешінші бөлшек еді? Нешінші бөлім еді? Так, мынаны алып тастайық. Так. Мына кусок 39-ды алып тастасақ, тесігіміз мына неде тұр, көрдіңіздер ме? Мына жерге топсамызды бекітеміз болтпен. 39-ды көрсетейік, 38-ді жауып тастайық. Ал 39-ымыз тесіліп қалды ма? Көрейік. Кішкене тесіліп қапты. 41-ші бөлшекті жауып тастайықшы. 39-ымыз тесілмеу керек негізі. Сондықтан холды тағы да өзгертеміз. 55 емес, 55-ті 1 емес, 55 қылайықшы. Не болады екен? Окей дейік. Әлі тесіліп тұр. Онда одан да азайтайық. 54-ті көрейік. 54 болса да ұшы шығып тұр, не? Ұшы шыққан болса, онда blind in at last емес, қалай еді? Degree flat болу керек онда. Түзу. Түп-түзу болады. Түзу қылсақ, шықпайды. Түзу қылсақ, ештеңе болмайды екен, ештеңе етпейді екен. Так, мына жерде тесік болу керек, өйткені болттарымызды осыған бекітеміз. Енді 41-ші деталімізді көрсетіп қоямыз. 38-ді да көрсетеміз. 39-ді жауып, 38-ді қарайықшы. Тағы да тесік тұрма. Тесіктеріміз қандай? Тесік көрсетпей тұр. Кешіріңіздер. Так, тесік көрсету керек. Холымыз 55 қылайық. Көрсет. Болды. Бізге керек осы. Енді осылай топсамызды салдық. Бұны енді топсаның шпилькасын салайық енді. Section view'ді қояйық қайттан. Окей дейік. Енді шпилька салайық. Шпилька салу үшін сол жақтан таянамыз да. Үстіне сурет саламыз дейміз да. Тура ортасын алып, шпильканың ішкі диаметрі 6 еді ғой. Айтқанымыздай 5-ті 57-ге 57 емес, 97-ге бүйтіп қою болады. Содан аяқта погрешность бар. 0,3 погрешность. 0,3 погрешность деген так, 0,3 погрешность деген 0,3 емес қой, 0,3 болып кеткен. Дұрыс емес. 0,3 погрешность жасауымыз керек. Бесте жеті, дұрыс, 0,3 болды енді. Енді бұны өсіреміз. New ретінде up to face қылайық. Up to face. Мына бетіне дейін өсірейік дейік. Шпилькамыз пайда болды. Шпилькамызды қададық. Шпилькамыздың екі шеті негізі жалпақ болған дұрыс, шығып кетпес үшін, е? Сондықтан мына second direction деген бар.
second end position деген. Керіге өсірейік. Бұны бір как 1 миллиметрге өсірсек, тек қана 1 миллиметрге. 1 миллиметрге емес, 0,3-ке өсірейікші. Қазір мен бірдеме көрсетемін. 0,3-ке өсірдік. Енді бұны бұған бұның үстіне қалпақ жасайық. Қалпағы адан сәл кішірек болсын. 1,7-5 қылайық. 7-5 қылайық. Бұны өсірейік. Бұны 3 миллиметрлік қылайық. Және 42-ші бөлшек емес, немен мына бөлшекпен, жоқ, 42 ғой деме, соңғы бөлшекте 42-ші бөлшекпен бір мөлшік қылайық. Бітістіріп тастайық. Міне. Сонда не болды? Сонда бізде андай қалпағы бар, қалпачығы бар. Неміз пайда болды. Шпилькамыз. Енді әдеттегідей мына жерін айналдырып жейік кішкене. Шпилькамызды. Басынды. Шпильканың басын бүйтіп. Радиус, width емес, коник емес, curvature қылсақ қалай болады? Осылай. Бүгінге сабағымыз тамам. Бүгін топса жасауды, қабырға істеуді үйрендік. Біздің үйіміздің жалпы идеясын түсіндіре кеттім. Қайда бара жатқанымызды кішкене түсінікті болды деп ойлаймын. Сау болыңыздар.